Сәлем достар, бүгінгі дәрісімізде біз сіздермен CSS позиция параметрімен таныс боламыз. Осыған шейін біздер дисплей параметрімен таныс болғанбыз, яғни оның блок және де inline блок және де inline атты түрлері бар екендігін және элементті бір жолда немесе қаз-қатар қоюға болатындығын осылайша түсінген едік. Ал енді біздің бүгін сөз қозғайтын тақырыбымыз position параметрі деп аталынады. Position параметрі элементтің веб-сайтта қай жерде қалай орналасуына көрініс табады. Егер де біздің элементіміз мына жерде орналасқан қаласақ, оның позициясы қандай болмақ? Немесе қалыпты жағдайда позиция қандай мәнге ие болады? Бүгінгі тақырыпта осы мәселелерді қозғаймыз. Бірінші, біздің позиция параметрінің қанша түрі бар екендігін анықтап алайық. Позиция параметрін жазу үшін біздер position деген сөзді қолданамыз. Позицияның бізге белгілі 4 түрі бар. Біріншісі static, екіншісі absolute, үшіншісі fixed және төртіншісі relative деп аталынады. Бірінші static дегеніміз бұл біздің қалыпты, яғни ешқандай позиция бермеген кездегі көрініс табу реті болып табылады. Енді оны біздің сайтымыздан жазып көрелік. Мынау біздің A-list туралы жасаған сайтымыз. Осыған енді мысалы nav менюна тізіміне біздер позиция беріп көрелік. Ол үшін біздер nav тегін шақырамыз және де оған позиция береміз. Position static деп жазамыз. Static дегеніміз, яғни біздің позициямыз тап бастапқы кейпінде болады, яғни ешқандай өзгеріссіз. Оған алдағы уақытта қосатын left, right секілді қосымшалар қосылмайды. Бұл яғни дефолт бойынша, яғни ешқандай өзгерту енгізусіз орын алатын. Дәл қазір бұл позиция параметрі қолданбай тұрғандағы веб-сайттың кейпі мен қазіргі веб-сайттың кейпі қатар сақталады. Тексеріп көрейік. Ешқандай өзгеріс жоқ. Өзгеріс болмағаны үшін сөзді алып тастап көрейік. Ешқандай айырмашылық жоқ. Яғни бізде бұл позиция болса да, болмаса да, бұл өз қалпын сақтап орналасқан. Келесі кезекте позицияның түрі бізде relative деп аталынады. Relative позициясын көрсетпес бұрын біздер өзіміздің HTML документіміздің структурасымен танысып өтелік. Бізде, егер біздің позиция бойынша, егер де қарап көрсек, бірінші бізде image тегі қолданылған, яғни h1, h3 тегтары орналасқан, all бар, одан кейін барып h2, h3 тегтары орналасқан. Яғни бұл, егер де позиция беретін болсақ та, мына элементтерден кейін орналасқан деген мағына береді ғой. Relative қосымшасы да, параметрі да осы үшін орналасқан, яғни біздер оң жаққа, сол жаққа және де үстіге жоғарға көтере аламыз, бірақ міндетті түрде осы құрылымдар орын алады. Яғни h3 тегінен кейін ғана осы nav тегі қойылады біздің веб-сайтқа, бірақ оның оң жаққа, сол жаққа, үстіне, астына қоюға болады. Осындай нәрсеге жауап береді. Ол үшін біздер nav тегіне, position'на relative деген мәнді береміз. Relative деген белгіні бердік, және де міндетті түрде үтір нүктені ұмытпаңыздар. Енді бұл жерде, егер де қарасақ, бұл жерде ешқандай өзгеріс болмайды, бірақ бұл жерде басты айта кетерлігі, біздер енді оны солға 50 пиксельге, оңға мысалы 20 пиксельге дейік. Одан соң bottom'ын белгілейік. 30 пиксельдік,
және де топ. Бұл бізде 100 пиксельдік. Мінекей, егер де біздерде жаңа static сөзіне мына сөздерді қолданылатын болсақ, бұл параметрларды беретін болсақ, бұл бізге ешқандай нәтижесіз болатын еді. Ал бізде relative қосымшасына бұл мәндерді параметрларды берген кезде сайтымыз қалай ауысатынын көрейік. Мінекей, біздің contents сөзінен бастап мына жерге шейін 100 пиксель, солға қарайда 50 пиксельге, оңға қарайда 30 пиксельге, және де астыға қарайда 30 пиксельге ығысты біздің бастапқы қалыптағы сөзден. Егер мына жерге static деген сөзді беретін болсақ, өзгере ма, сіздердің көздеріңізді жеткізіп көрейін, бұл жерде ешқандай өзгеріс болмайды. Мінекей, тап қалай тұр, тап солай. Relative ол бізге негізгі жүйені, яғни HTML құрылымын сақтай отырып, біздің бөлшек өзімізге қажет элементімізді оңға, солға, үстіге, астыға жылжытуға мүмкіндік береді. Егер де біздер мысал 80 десек, қазір көрейік. Мына жерінің басқа мәнге ие болғанын көреміз. Егер де 180 дейтін болсақ, онда қалай жұмыс істейтін көрейік. Мінекей. Егер де топты 200 етсек, біздің элементіміздің мына жерден көрініс тапқанын көріп отырмыз. Яғни оның негізгі қалпы сақталған, яғни бұл элементтердің барлығының негізгі қалпы, яғни бірден мына элементтен кейін мына элемент жүзеге асып тұр. Мына элементтің алдында мына элемент болып тұр, яғни мына жерде қателіктер орын алып жатса да, негізгі құрылым бойынша мына элементтің алдында мына элемент тұр. Енді келесі біздің position түріміз бұл absolute деп аталынады. Absolute ол біздің, қазір тексеріп көрейік. Бұл біздің сайтымыздың ең басынан бастапқы мәнді алады. Мысалы, relative-тен басты айырмашылығы, relative ол алдыңғы элементтен бастап қараған кезде, яғни HTML құрылымын сақтап барып істейді. Ал absolute ол бізге как сайтымызды ең басынан құрған басынан бастап, мысалы қай жерде орналастырғымыз келіп тұр, мысалы 100-200 пиксель үстіне орналастырғымыз келсе, 80 пиксель сол жағына орналастырғымыз келсе, элементімізді сол жерге қойып береді. Яғни біздің absolute параметріміз біздің ойымызда қандай нәрсе, қандай параметр жүзеге асып жатыр, қай жерге қойғымыз келеді, элементті дәл сол жерімізге қойып береді. Егер де мысалы, қарап көрейік, right'ымызды 0 деп қараса, біздің элементімізді оң жаққа тығып тұр, яғни оң жаққа орналастырып тұр, жоғарыдан санағанда 200 пиксель жерге. Мінекей absolute батырмасы осылай жұмыс жасайды. Енді біздер белгілі бір div құрастырып көрейік, және де оған absolute функциясын берейік. Сіздерге absolute'тың қалай жұмыс істейтінін көрсету үшін. Мінекей бізде әзірше 2 бокс бар екен, және де мен тағы да бір боксты қосайын. Ол үшін жай ғана div деп жазсам болады. Және де мінекей оған да класс ретінде бокс деп қалыпты жағдайда берейік. Барым. Мінекей біздер 3 боксымызды беріп алдық. Енді оның парақшамызда қалай көрініс табатыны, мінекей 3 қаз-қатар тізілген 3 боксымыз тұр. Себебі мұның параметрында inline блок деген дисплей көрсетілген. Енді біздер осыған position беріп көрейік. Ол үшін position деген сөз жазылады. Және де бұл жерде, мысалы, absolute берейік. Мінекей,
енді осыған қажетті батырмаларды береміз, параметрларды береміз. 30 пиксель және де топтан санағанда 50 пиксель жерді білесін. Біздің дисплейлар, біздің бокс батырмаларымыз мінеке орналасқан. Мына жерде суреттің астынан көрінбей қалған, суреттің астынан емес, кешірім сұраймын, мына бір-бірінің үстіне орналасқан, 3 диф бірдей жерде орналасқан. Сондықтан бізде қазір бір диф ретінде орналып тұр. Оны көрсету үшін басқа дифтің қасына тағы бір класс берейік. Мына жерде тағы да бір айта кетерлігі, класс бергенде жаңадан осының ішіне класс бере салуымызға болады. Мысалы, класс 2 деп. Егер де біздер бұны шақыру үшін жай ғана класс 2 деп шақыра берсек болады. Міндетті түрде точкамызды қоямыз және де класс 2. Бұл бокстағыдай бокс классындағы элементтерді қамтиды және де егер де бұның ішіне біздер position өзгертетін болсақ, ол бұрынғы positionды сызып тастап, осындағы positionды қабылдайды. Бірақ қалған функционалдары осы жерде сақталады. Яғни біздер бұл жерге статик беріп көрейік. Қазір көресіздер. Неке біреу астында орналасқан, қалған екеу бір-бірінің жанында орналасқан. Енді біздер бұған да абсолют деп беріп, сәл жаңағы топты берейік. Жаңағы топ 50 пиксель, бірақ лефтімізді 40 деп берейік. Left 40 пиксель деп берейік. Енді сайтымыздан қарайық. Мінеке, көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде абсолют 40 пиксель жерде орналасқан бұл элемент, ал қалған элементтер осы бір-бірінің қаз-қатар үстінде орналасқан. Сіздерге бұл мысалды не үшін көрсетіп отырмын деп ойлайтын шығарсыздар. Сондықтан класс батырмасын, класс селекторын қолданған кезде, осындай позишнды берген кезде әр қайсына жеке-жеке жазу қажет. Әйтпесе осылай бір-бірінің үстіне шығып кететіндігін айтқым келді. Осы ережелермен. Сондықтан біз жай ғана кетіре салайық. Достар, келесі көңіл аударатын тұс бізде ол үшін мына тізімді алайық. Бұл тізімді бірінші div контейнердің ішіне салайық. Сіздерге қазір бұл түсініксіз болуы мүмкін. Қазір оны мен толық түсіндірген кезде степ болып, сіздерге түсінікті болады деген ойдамын. Div ішіне салып, және де div-қа белгілі бір ID берейік. ID div4 деп мысалы. Енді біздің CSS-імізді ашып, оған div4 бойынша стилі қосымша берейік. Бірінші түсі артқы фоны біздер көрініп отыру үшін сұр болғанын қалаймын мен. Ол үшін айе деп жазам. Бұл hex бойынша жазып бердім. Келесі біздер position'ын бірінші heading берейік. Heading бермей кеттік. Қанша биіктігі қанша болатын, яғни 400 пикселдік. Енді қарап көрейік. Мінеке біздің сайтымызда осылайша 400 пиксельді құрайтын біздің навбарымыз дүниеге келді. Енді егер де осы элементті біздер мына жерге орналастырғымыз немесе мына жаққа орналастырғымыз келсе, ішіндегі навбарға абсолют қосымшасын беретін едік. Енді соның берейік тағы да. Мінеке біздер абсолют бердік, бірақ қаншалықты орналастыратыны біздер көрсеткен жоқпыз. Яғни left бізде мысалы 30 пикселдік және де топ бізде 200 пикселдік. Анық көріну үшін. Ашамыз және де біздің тізіміміздің мына жерден бастап, сол жағым 400, және үстіңгі жағынан бойынша тоже 200 пиксель болып қалған қарап отырмыз. Бірақ мұна дивкінің ішінде орналаспаған. Бұл жерде программисттердің ең бастапқы, ең алғаш қолына
веб парақшасын ұстап жатырға және код жазып жүрген программистердің қателігі. Біздің абсолют қосымшамыз міндетті түрде relative болған кезде, оның ата-анасы relative болған кезде ғана өзінің дұрыс функционалды қызметін атқарады. Ата-ана дегеніміз не? Оны біздер мына жерден таныстырайық сіздерге. Біздің программированияда жалпы ата-ана деген бар, және де балалары деген бар. Мысалы, мына тегті алайық, head тегі бұл біздің ата-анамыз деп есептесек, оның ішінде meta тегтары және title link бұл ішінде орналасқан тег. Яғни бұл балалары деп аталынады. Мінекей біздің head тегіміздің ішінде 4 баласы бар. Ал head тегінің өзі HTML парақшамыздың баласы болып табылады. Бірақ бұл жерде айта кетерлігі doctype HTML бұл HTML-дің анасы деп айта алмаймыз, себебі HTML документіміздің ең үлкен ата-анасы бұл HTML тегі болып табылады. Яғни HTML тегінің head тегі бар, және де body атты екі баласы бар, оның әрқайсының бірнеше балалары бар. Дәл сол секілді біздің дивкамызды қараймыз. Біздің дивіміздің nav деген баласы бар, ал navтың өзінің all, li секілді балалары бар. Біздің жаңағы ережеміз бойынша nav біздің айтылған дивтің ішінде ғана абсолютті түрде мына жағына немесе мына жағына орналастырғымыз келсе, онда біз сәйкесінше ата-анасын relative позициясында қоюымыз қажет. Енді тексеріп көрейік. Біздің div ата-анамыз ешқандай позицияға ие емес. Сәйкесінше бұл абсолют позициясына отырған nav, біздің nav барымыз ойлайды, менің ата-анам nav менюіміз біздің ойлайды, менің ата-анам HTML немесе body тегі екен, мен соның баласы екенмін дейді. Ал негізгі не бойынша, құрылым бойынша біздің body тегіміз қашанда relative болып саналады. Оның позициясы міндетті түрде relative болып табылады. Бұл негізгі ереже болып табылады. Яғни бұны біздер өзіміз енгізбейміз, бірақ та бұны система өзі енгізген body тегін relative ретінде. Сондықтан біздердің жаңағы мына қателігіміз, яғни мына жерден көрініс табуы, біздің nav барымыздың мына сұр тегтан ауысып, мына жақтан көрініс табуы осыған байланысты. Яғни өзінің ата-анасы ол body тегі деп ойлап, соған байланысты 200 пиксель жоғарғы жағынан және 30 пиксель төменгі сол жағынан ығысып көрініс тапты. Оны түзеу үшін біздер мына ата-ана деп білдіретін, ата-анасы болып табылатын біздің элементімізге relative қосымшасын береміз. Position relative. Енді қалай өзгергенін қарайық. Мінекей. Енді жаңағы біздің nav барымыз түсінді, оның ата-анасы осы сұр кеңістік екендіген. Сондықтан ол ата-анасынан 200 пиксель жерге оң жағынан, үстіңгі жағынан ығысты және сол жағынан 30 пиксель жерге ығысты. Осы абсолют нәрсесін қолданған кезде осыны міндетті түрде есте сақтау керек. Бұл ереже алтын ереже деп аталынады. Яғни егер де абсолют қосымшасын қолданып жатырған болсақ, онда оның ата-анасы міндетті түрде relative position'ына ие болу керек. Егер де бұл body тег үшін жазылатын болса, position параметрін беріп қажет емес, себебі body параметрі өзінен position relative болып саналады. Келесі position түрі бізде fixed деп аталынады. Fixed деген қазақша аудармасы нақты тұрақты қатып қалған деген мағынаны білдіреді. Яғни белгілі бір жерге элементті беретін болса, оны қанша жерден біздер үстіге астыға көтерсек те, ол дәл осы жерді қана қалыптастырады. Яғни біздер ол үшін мысалы nav барымызға жаңа fixed деген мәнді берейік. Fixed мысалы 50, сол жағынан санағанда 50 және үстіңгі жағынан санағанда 100 пиксельді құрасын дейік.
Қарап көреміз, мінекей, егер де біздер міне мышканы қозғалтып жатырсақ та, біздің элементіміз міндетті түрде жоғары жағынан 100 пиксель, сол жағынан 50 пиксель жерде орналасқан. Бұл нәрсе не үшін қажет? Бұл позиция, егер де біздер сайттардан байқайтын шығарсыздар, мына жерде тұратын футер бөлімі, меню, мына жерде тұратын эмблемалар, біздер сайтта астына үстіне көтерген сайында ол бірге еріп жүреді. Мысалы, мына нәрсеге көңіл аударыңыздар. Мінекей мен асыға түсіріп жатырмын, немесе үстіге көтеріп жатырмын. Сонда да менің мына футер бөлігім ешқайда ауысып жатқан жоқ, мен сайтыммен бірге жұмыс жасап жатыр. Осы үшін бізде фиксит қосымшасы қажет болады. Және де мен мына жерде тағы бір бөлікті, тағы бір position түрін жазбай кеттім, бірақ бұны есте сақтау оңай. Сондықтан бұл positionның аты inherit деп аталынады. Inherit position'ы inherit деп жазылады. Inherit position'ы аудармасы бұл менің ата-анамнан наследство алып жатырмын деген секілді. Ата-анамның параметрлері қандай, менің де параметрларым сондай деген мағынаны білдіреді. Яғни нафтың ата-анасы қандай параметрларға ие болса, позиция жағынан нафта дәл сондай позицияға ие болады. Яғни, егер де inherit деп жазатын болса, нафтың позициясы міндетті түрде оның ата-анасы, яғни divтің позициясына айналады, яғни relative'ге айналады. Ол үшін арнайы left, right, bottom, top жазып қажеті жоқ. Тек қана осындай inherit арқылы белгілейміз. Бұл inherit қосымшасы жалпы көптеген нәрсе үшін қажет болады, сондықтан осы жалпы ата-анамнан наследство жасаймын деген мағынаны білдіретіндігін есте сақтап алыңыздар. Тексеріп көрейік. Неке дәл бастапқы кейпіне қайтып келді. Себебі ол ата-анасына қарағанда relative қосымшасы оның үстіндегі стилі қосымшалар бойынша дефолтта тұр, сондықтан оған арнайы ешқандай қосымша берілмеген еді. Мінекей ешқандай left, right берілген жоқ, сондықтан дефолт түріндегі кейпін сақтады. Келесі position түрі бізде fixed деп аталынады. Fixed деген қазақша аудармасы нақты тұрақты қатып қалған деген мағынаны білдіреді. Яғни белгілі бір жерге элементті беретін болса, оны қанша жерден біздер үстіге астыға көтерсек, ол дәл осы жерді қана қалыптастырады. Яғни біздер ол үшін мысалы nav барымызға жаңа fixed деген мәнді берейік. Fixed мысалы 50, сол жағынан санағанда 50 және үстіңгі жағынан санағанда 100 пиксельді құрасын дейік. Қарап көреміз, мінекей, егер де біздер міне мышканы қозғалтып жатырсақ та, біздің элементіміз міндетті түрде жоғары жағынан 100 пиксель, сол жағынан 50 пиксель жерде орналасқан. Бұл нәрсе не үшін қажет? Бұл позиция, егер де біздер сайттардан байқайтын шығарсыздар, мына жерде тұратын футер бөлімі, меню, мына жерде тұратын эмблемалар, біздер сайтта астына үстіне көтерген сайында ол бірге еріп жүреді. Мысалы, мына нәрсеге көңіл аударыңыздар. Мінекей мен асыға түсіріп жатырмын, немесе үстіге көтеріп жатырмын. Сонда да менің мына футер бөлігім ешқайда ауысып жатқан жоқ, мен сайтыммен бірге жұмыс жасап жатыр. Осы үшін бізде fixit қосымшасы қажет болады. Және де мен мына жерде тағы бір бөлікті, тағы бір position түрін жазбай кеттім, бірақ бұны есте сақтау оңай. Сондықтан бұл positionның аты inherit деп аталынады. Inherit position'ы inherit деп жазылады. Inherit position'ы аудармасы бұл менің ата-анамнан наследство алып жатырмын деген секілді. Ата-анамның параметрлері қандай, менің де параметрларым сондай деген мағынаны білдіреді. Яғни нафтың ата-анасы қандай параметрларға ие болса, позиция жағынан
нафта дәл сондай позицияға ие болады. Яғни, егер де inherit деп жазатын болса, нафтың позициясы міндетті түрде оның ата-анасы, яғни divтің позициясына айналады, яғни relativeке айналады. Ол үшін арнайы left, right, bottom, top жазып қажеті жоқ. Тек қана осындай inherit арқылы белгілейміз. Бұл inherit қосымшасы жалпы көптеген нәрсе үшін қажет болады. Сондықтан осы жалпы ата-анамнан наследство жасаймын деген мағынаны білдіретіндігін есте сақтап алыңыздар. Тексеріп көрейік. Неке дәл бастапқы кейпіне қайтып келді. Себебі ол ата-анасына қарағанда relative, ал relative қосымшасы оның үстіндегі стилі қосымшалар бойынша дефолтта тұр. Сондықтан оған арнайы ешқандай қосымша берілмеген еді. Мінекей ешқандай left, right берілген жоқ, сондықтан дефолт түріндегі кейпін сақтады. Осы карточкалық жүйені көрсету үшін мен сіздерге nav арқылы емес, осы дивкалар арқылы көрсетейін. Дивкалардың қазіргі сайттағы көрінісі мынандай, яғни барлығы inline блок арқылы бір-бірінің қасында орналасқан. Енді біздер өз кезегінде бұларды блоктық карточкалық көмегімен бір ақпаратты үстіне, бір ақпаратты маңызды емес ақпаратты астына жіберіп көрейік. Ол үшін бірінші біздер осы үш div классымызды белгілі бір divтің ішіне салақ, яғни бұл ата-анасы болып табылады. Так, неке, және де оған ID берейік. div2 деп берейік. Және де бұл жерде div2-ге қосымша берейік. Position-ы relative болсын, ата-анасынікі. Неке, енді біздер мына класты оқшаулап алайық, анық көрсету үшін. Сол үшін біздер жай ғана цветін өзгертейік, және де оған absolute position беріп көрейік. Не болатынын бірге көрейік. Мына жерде div2 деп жазбадық. Ата-анасы div2, және де енді келесі класс бізде класс 2 деп аталынады. Точка класс 2. Және де бұған position-ны абсолютті берейік. Және оған қажетті қосымшаны, яғни 40 пиксель сол жақтан, оның үстінен санағанда 50 пиксельді құрайды делік. Енді қараңыздар, бұның түсі жаңағы түстермен сәйкестендіріп кетпес үшін бұл жерге түсіп берейік, фоны қызыл түс болсын. Енді сақтаймыз, қараймыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, біздің парақшамызда біздің мына дивіміз, мына дивтің үстіне шығып кетті. Дәл осылайша карточкалық жүйе жүзеге асады. Енді сіздерге бір осы кезде айта кетерлігі, егер байқап көріп отырған болсаңыздар, біздің div соңғы классымыз абсолют болғанымен, алдындағы екі класс бізде статик болып саналады. Яғни, мысалы, мына екі класс бізде позициясы берілмеген. Мінеке, бокс несінде ешқандай позиция деген сөз жоқ. Яғни, бұлар статик, автоматты түрде сайт бойынша position статик болып тұр. Сондықтан, мына жерде біздің үшінші сайтымыздың position абсолют, ал ата-анасы міндетті түрде relative болу керек. Себебі егерде relative болмайтын болса, біздің үшінші классымыз жаңа алдыңғы айтып кеткендегідей үстіңгі жағына орналасып кетеді. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай. Енді келесі сіздердің ойларыңызға келетін сұрақ. Position жаза салайық, жарайды. Position relative деп. Енді сіздердің ойларыңызға мынандай сұрақ келуі мүмкін. Егер де менің маңызды ақпаратым қызыл бокста емес, ақ бокста тұрса ше, яғни екеуі қатарласқанда маған қызыл бокстың ақпараты емес, ақ бокстың ақпараты ең бірінші көріну қажет болса ше, ол мәселені қалай шешеміз деген сұрақ қойларыңыз мүмкін. Осы үшін бізде z-индекс деген қосымша іске асады. Ол үшін біздер z-индекс деп береміз, және де оны минус
санымен белгілейміз. Минус санымен белгілеген кезде бұл z индекс батырмас параметрі, яғни бізде z осі үшін жауап береді. Яғни ол оңды да, солды да, плюс мәнді де, теріс мәнді де қабылдай береді. Яғни біздер минус 1 деу арқасында біздер маңызды ақпаратымыздың осы бірінші diff екендігін анықтадық, diff екендігін көрсеттік. Яғни біздер осы z индекс минус 1 деген арқылы біздің класс 2-міз, яғни үшінші diffкіміз, үшінші divіміз маңызды емес, яғни артқы фонда тұрсын деген мағынаны білдірдік, минус 1 деген арқылы. Егер де бұл жерде плюс саны жазылатын болса, мысалы 0 деген күннің өзінде де біздің сайтымызда мінекей ең бірінші маңызды болып қызыл түсті контейнер орналасқан. Егер де біздің бұл жерде есте сақтау қажеттілігі, егер де біздің ата-анамыз relative бола тұрып, бірақ барлық балалары absolute positionда тұрса, яғни екеуі де статик емес, мысалы екеуіне тағы да position ретінде absolute беріп, қалған екі ұлына да, және де оған да left жарайды, осы position деп қала берсін. Берсек, жаңа бере салайық, ладно, left 60 пиксель, жарайды, 50 пиксель, және топ 20 пиксель берейік. Жаңа біздің топ 50 екен біздің тобымыз. Енді осыны сайттан тексеріп көрейік. Мінекей, астында қалып қойды. Егер де осыны түзеу қажет болатын болса, онда біздер жай қана жаңа минус саны арқылы түземейміз оны. Минус 1 деп есептесек те, ол бізде артқа кетпейді. Артқа кетеді, бірақ бұл синтаксис дұрыс жасамайды. Сол үшін біздер z индексті берген кезде мына нәрсеге де беруіміз қажет. Z индекс. Егер де біздер оны, мысалы, 10 дейтін болсақ, және де мынауымыз 11 делік. Біздер қазір айырмашылықты байқаймыз. Мінекей, біздің минус саны болмаса да, біздің қызыл контейнеріміз алдыға шығып тұр. Бұның басты себебі екеуі де абсолют болғандықтан, оның енді z индекстары салыстырылады. Кімнің z индексі үлкен, сол алдыға шығады. Яғни, егер де мен мына жерде 12 дейтін болсам, онда бірінші және де екінші біздің контейнерларымыз үстіңгі жағына көтеріледі. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай. Жаңа неге синтаксис дұрыс орындалмады, себебі мына жерде минус 1 болды, ал бұл жерде автоматты түрде 0 болды. Сондықтан бұл орындалған болатын. Если минус 2 деп көретін болсаңыздар, мінекей, қызылдың қайтып алдына түскендігін байқайсыздар. Осы секілді карточкалық жүйе осылай жұмыс жасайды және осы ережелерді қамтиды. Бұл өте маңызды сабақтардың бірі. Бірден бұл нәрселерді түсінбеулеріңіз мүмкін, сондықтан сіздерге практика жасап, қажет болса видеоны кері көру арқылы тағы да бір рет естеріңізде сақтауларыңызды сұраймыз. Осылайша мінекей біздің CSS позиция параметрімен таныстық бүгінгі дәрісімізде, және карточкалық жүйенің қалай жұмыс жасайтын, яғни бір элементтің үстіне екінші элемент түскен кезде маңызды ақпараттың жоғарғы қалыпта қаралуын бүгінгі сабақта үйренген болатынбыз. Осылайша сіздерге қош сау болыңыздар дейміз. Келесі кездескенше.